Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Бұл видеода мен eGov Mobile қосымшасы арқылы зейнетақы аударымдары туралы анықтаманы алуды көрсетемін. Бұл анықтама не үшін қажет? Біріншіден, 36 айлық табысыңызды таңдау үшін қажет. Екіншіден, зейнетақы аударымдарын қарап отыру үшін қажет. Үшіншіден, сіздің базалық зейнетақы үшін төленген айларыңызды санап, сізде қанша қазақстандық, яғни базалық пенсия үшін қазақстандық стажыңызды есептейтін анықтама болып табылады. eGov Mobile приложениесін сіздер App Store немесе Play Market'тен жүктеп аласыз. Сосын ашасыздар. Мына жерде сіздің аты жөніңіз болады. Сөйтіп услуги деген кіреміз. Осы жерде пенсионное отчисление деп жазсақ, выдача информации о поступлении движения средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда дегенді таңдаймыз. Бұл құжат тегін беріледі, және біз периодты таңдаймыз. Периодты таңдаған кезде біз зейнеткерлер үшін 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап периодты таңдаймыз. 1 қаңтарынан бастап, және бүгін июнь айының 5-не дейінгі периодты алайық. 2022 жылдың 5 июнь айындағы аралықты алып көреміз. 21. Міне, июнь айы, яғни 1 январдан 5 июньға шейін. Осы периоды готовы дейміз. Заказать услуги дегенді басамыз. И подписание услуг сіздерде менде автоматпен, ал сіздер өзіңіз пин-кодпен алсаңыз болады. Мынаны бассаңыз шығады. Міне справка о пенсионных отчислениях қазақ тілінде және орыс тілінде. Қазақ тіліндегісін басамыз. Осы құжатта сізде зейнетақы аударымдары туралы бүкіл ақпарат болады. Келесі видеода мен сіздерге осы ақпаратты қалай оқу керектен, қандай сандар нені білдіретін түсіндіріп айтып беремін. Осыны жүктейтін болсаңыз, өзіңізге телефонға немесе жіберетін болсаңыз, осы кнопка арқылы басып жіберсеңіз болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.